Айымнен инсан табият күчлерін жауын, самал, құяшты бойсындыруға ұмтылған. Бірақ егер айымғы адамлардың қолында тек қана жауын сорау емес, ал оны шақыру да мүмкін болған нәрсе болғанда не болар еді? Түрки халықлардың аңызларында сырлы бұйым, яда тас, яғни жауын тасы тілге алынады. Ол шаманнан шаманға, жауынгерден хүкімдарға өтіп, тек қана жауын шашынды емес, ал терең хүрмет һәм қорқу сезімінде оятқан. Бұл тас тек қана күш құдірет белгісі емес, ал әсірлер шаңында жоғалған мұхаддис білімлер дерегі еді. Оның ізлерін Нух хақындағы аңызларда, Қытай жылнамаларының жазуларында, Науаи поэзиясында да ұшырату мүмкін. Оннан сауашыларда, мәресімлерде, тынышлық һәм ашаршылық жылларында пайдаланған. Бүгін біз сихыр хақында сөз еткенде көбінесе оның текарында ырым емес, ал ұмтылған һәм қысып шығарылған әйемгі білім жатуы мүмкін екенлігін ұмытып кетеміз. Келін, жауын һәм бүткіл халықлар тағдиры үстінен хүкімдарлық еткен деп есепланған сырлы яда тасы тарихына сүңгиік. Бұл Жайхун Жойбарының кезектегі видеосы. Қолайрақ жайласып алың. Бізді жұмбақларға толы саяхат күтпекте. Отанымыз тарихында ахметлі орын иелеген, жауын шақыратығын яда тасы қолданылған һәм тікелей Амир Темур оның өмір баянының ажыралмас бөлігі болған лайлы сауаштан басласақ. Бір тарептен Амир Хусейн һәм Темур, екінші тарептен монголлар ортасындағы шешуші сауаш 1365 жыл 22 май күні ерте таңда Чынас һәм Ташкент аралығындағы майданда болып өтті. Сауашта Темур монголлардың оң қанаты үстінен жеңіске ерсейін деп тұрған уақытта Амир Хусейн сенімсіздік етіп, уақытында харекет көрсетпейді. Оның үстіне қатты жауын жауып, жер ылайға айланды. Атлар болса дізесіне дейін ылайға батып кете баслады. Темур ұрысты дауам еттірсе де, бірақ Хусейн шегінуді лазым көрді. Тарихқа бұл сауаш лайлы сауаш атыменен кірді. Сауаштан алдын Амир Хусейн текарғы ітібарды армия қанатларына қаратады. Сондай-ақ оқжайшылар сауаш тағдырын шешу керек еді. Бірақ қатты жауын нәтижесінде жай жіплерінің босап қалуы сауаш давамында оқжайшылардың харекетіне тосқынлық етеді. Осы сауашта Амир Темур Амир Хусейн армиясының шеп қанатына басшылық етеді. Сауаштан алдын Амир Хусейн армиясы саны жағынан үстін болған. Сол себеплі Ильяс Хожа дұшпанды күшсізлендіру үшін айемгі түрк-монгол дәстүрлері бойынша яда, яғни жауын шақыру мәресімін өткереді. Нәтижеде күшлі жауын жауып, Маурынна қырлы атлылар ылай майданында әрекетлене алмай қалады. Қайта ұрыну бекар екенлігін аңлап жеткен Амир Темур сауаш майданын таслап, қалған әскерлерменен Самархан тарепке қайтып кетеді һәм соңынан кешке жол алады. Бұл уақытта Маурыннахрдың бас Амирі Хусейн еді. Сол себеплі Темур да оның көрсетпесі менен көпшілік жағдайда Хусайнның разылығы менен харекет етуге мәжбүр болған. Жалалиддин Мангубердінің де яда тасы болған һәм Хорезмшах оны өзіменен алып жүрген. Шығыс Анатолияда ысы һәм құрғақшылық болғанда сұлтан жауын шақырған һәм мәресімнен соң күн түні жауын жауған. Мангуберді бұл ісінен оғада мақтаншылы еді. Өйткені Жалалиддин Мангубердінің карамат ісі екеніне һәм сиқыршылығына сенген. Ахлат қамалы уақытында Ахлат уәлисі Айбек хүкімдары Малик Ашрафқа жоллаған хатында Жалалиддиннің Хауаны сиқырлағанын, сұлтанның өзі де шериклеріне карамат көрсете алатығынын айтқан. Соңғы мәрте ол дұшпаннан қашқанында Азербайжаннан шығыс Анатолияға қарай жүз бұрған еді. Валашкиртке, яғни қазіргі Алашкиртке барғанында халықтың құрғақшылық һәм ысылықтан азап шегіп батырғанын көрді. Жауын жаудыру үшін яда тасыменен жауын дуасын оқуға қарар етілді. Валашкиртте қанша тұрған болса, сонша уақыт бұл мәресімді Жалалиддин басқарды. Сонан кейін жауап
баслаган жауын бірнеше күн тынбады. Халық болса, жауынның тынбайтығыны һәм күшінен налып, жауын дуасы оқылғанынан пішайман болған еді. Ұлым алғанда түркилер арасында жауын һәм қар жаудыруға байланысты сенім және қабілет болғанлығынан көпшілік хабардар. Қызығы сонда, бұл хақындағы гүрріңлер ислам дәуірінде де дауам еткен деп жазады ілімпаз Усман Туран. Ислам тарихшылығына бола Нух пайғамбар Түркістанды баласы Яфоске бергенде, ол бұл сусыз өлкеде не қылуын сұрайды. Әкесі оған жауын жаудыру құдіретін інам етіп, үстіне дуа жазылған бір тас береді. Яғни, зарурлік болғанда ұстаз пенен құдайға дуа етіп, жауын жаудырылатығын еді. Бұл тасты болса, Яда тасы деп атайтығын еді. Қызығы сонда түркилердің ата-бабаларына құдай жауын жаудыру қабілетін бергенлігі хақындағы рауят Қытай, ислам дүниесі һәм христиан деректерінде де көп мәрте тілге алынған. Атап айтқанда, Чин деректері Көктүрк мемлекеті түзілмесінен алдын Апангунның туысқаны табиғи емес күштерге хүкімдарлық етіп, қалеген уақытта самал есіп, қар һәм жауын жаудырғанынан хабар береді. Географ Ибн Фақихтың сөзлеріне қарағанда, Абул Аббас Иса оғызлар, ұйғырлар һәм қарлұқлар жауын жаудырады деген гапты естеді. Дәслеп сенбейді, бірақ соңынан сенеді. Махмуд Қашқари да бір тас ят-яда менен руханилық етіледі. Самал һәм жауын шақырылады. Бұл жағдай түркілерде кең тарқалған һәм мен де бұның гуасы болдым. Жазда үлкен бір өрт болған еді. Оны өшіру мақсатында Құдайдың рұқсаты менен қар шақырылды һәм ол жауып, отлар өшті деп жазады. Яда тасы менен байланысты рәсімдерді әдетте шаманлар әмелге асырып, апай адамлар іслей алмаған. Бүгінгі күнге келіп, бұл рәсім дерлік ұмтылған. Қызығы сонда, ислам дүниясында да жауын сорап қылынатығын дуалар һәм арнаулы оқылатығын намаз да бар. Бұндай ибадат истисқо намазы деп аталып, әдетте күтілген судың келуі кескісе оқылады. Истисқа намазы үш түрлі болады. Біріншісі жеке яғы жамаат болып дуа қылу, екіншісі намаздан кейін дуа қылу, үшіншісі екі ракат намаз оқып, жұма хутбасына ұқсас екі хутба айтылып, молшылық сорап, жауын болғанша қайта-қайта дуа етілетұғын болған. Сонымен бірге бүгінгі күнде заманауи технологиялардың рауажлануы нәтижесінде жасалма түрде жауын жаудыруға ерсілмекте. Бұндай технологиялар тек арында өткен әсірде екінші жержүзілік ұрыстан кейін қолданыла басланған. 1946 жылда атақлы химик Бернард фон Негут күміс йодиттің судың кристаллануына тәсірін анықтайды. Кейіналы күміс йодитті бұлтларға себу нәтижесінде жауын шашын келтіріп шығара баслайды. Бірақ бұл ұсыл біраз зиянлы да еді. Бүгінгі күнде де бұл технология жетілістіріліп, дүнияның түрлі мүйішілерінде құрғақшылық уақытларында жауын жаудыру, өртлерді өшіруде нәтижелі пайдаланылады. Белгілі рус алымы Гумилевтің жазуынша, Яда тасы 20-ші ғасырге шекем әмелиятта болып келген. Сиыр, ат, ямаса доңыз асқазанынан шыққан тас үстінде оқылған дуа жәрдемінде жауын шақырылған. Яда тасы хақындағы дәслепкі мағлуматлар Қытай деректерінде, яғни Таншуда жазылған. Түркия халықларға тиісті орта ғасыр тарихи деректерінде жауға қарсы күресте Яда тасынан үнемлі пайдаланылғаны хақында көплеген мағлуматлар ұшырасады. Мишкангтың пікіріне бола, Яда тасы менен байланысты рәсімдер жақын уақытқа шекем тек қана алтайлылар, тувалар емес, ал басқа да түркия халықлары тарапынан де өткеріліп келінген. Яда тасы тарихы тек қана айемгі сенім яғы хауар аяжайбатлары хақындағы әпуайы көрін емес. Ол бүткіл дәуірлердің қорқынышы һәм үмітлерін сәулелендіруші айна болып есептелінеді. Бұл ата-бабаларымызда білім һәм әпсана қаншелі тығыз байланысқанының дәлелі болып табылады. Жауынгерлер оннан сауашыларда, хүкімдарлар болса құрғақшылықта пайдаланғанын көруіміз мүмкін. Шаманлар оның үстінен хүрметпенен дуалар оқыған. Халықлар болса жауын әжайып құбылыс деп күткен. Бүгінгі
күнде технологиялар бізге химиялық ұсылда жауын шашын пайда ету имканиятын берсе, яда тастың әйемгі құдіреті ерекше кем қиялымызды таң қалдырады. Мүмкін ол тек қана символ болған шығар, бәлкім біз енді ғана еске түсіре басылған білімдердің кілті есептелінеді. Қалайда біз хақиқатлықты іздеп отырған уақытта әйемгі жауын таслары уақыт қатламлары астында өз сырларын тыныш сақлауды давам етпекте. Кім біледі, бәлкім олар қайсыдыр жерде және оянуын күтіп отырған шығар. Бүгінше осылар жайғының қадырдан ықылас пен тілері тарихқа бейбарқ болмасаңыз, каналымызға ағза болуды ұмытпаң.